Қазақ тілі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы сан есім. Сан есім қандай сұрақтарға жауап беруші еді? Есімізге түсірейік. Дұрыс, қанша, неше, нешінші деген сұраққа жауап береді екен. Ал сан есім дегеніміз не? Осы сұрақтың жауабын айтып көрейікші. Сан есім дегеніміз заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Ой толғаныс, оқушылар, алдарыңда тест жұмысы тұр. 4 сұрақтан тұрады. Осы сұрақтардың дұрыс жауаптарын белгілеңіздер. Енді балалар, дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күннің ретін жазамыз. Сәуірдің 8-і сынып жұмысы. Көркем жазуға Б әріпінің бас әріпін кіші әріпімен қоса бір жолға әдемі етіп жазып шығамыз. Және Б әріпінен басталатын сөздер ойлап, екінші қатарға әдемі етіп жазып шығамыз. Енді балалар, оқулықпен жұмыс жүргізейік. Оқулықтарыңызды ашып, 30-шы жаттығудағы берілген тапсырманы орындайық. Өлеңнің ұйқасын тауып жаз. Бұл жерде керекті сөздер берілген. Сіздер көп нүктенің орнына сөздің ұйқасын тауып, орнына қойып жазамыз. Оқулықтың 81-ші бетіндегі 31-ші жаттығуда өлең жолдары берілген. Сол өлеңдерді түсініп, мәнерлеп, оқып шығамыз да, төмендегіде берілген сұрақтарға жауап береміз. Өлеңді мәнерлеп оқы. Сұрақтарға жауап беріп, өз пікіріңді білдір. Өлең қай жақтан айтылып тұрғанын анықта. Өлең неліктен балықшының ұлымын деп аталып тұр? Сұрағы бойынша өз ойыңды білдір. Балықшының ұлына сұрақтарды жазбаша дайында. Үйге тапсырма. 82-ші беттегі 33-ші жаттығуды орындаймыз. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.